Сәлем достар, сіздермен Шымкент саябағына шығып, серуендеуге шығып, видео түсіргім келді. Бос скамейка табылмады, сондықтан мен осындай ағашқа отырдым. Көрінеді ме осылай? Вот. Көреміз енді, киімді бұлғайтын шығармын, бірақ сонда да осы жерде тыныш сияқты, адамдар мешать етпейді, жай сөйлесуге болады. Итак, бүгін мен сіздермен әлеммен үндесу практикасы жайлы сөйлескім келеді. Инстаграмыма жазылсаңыздар, сол жерде, стористе, күнде түрлі информация осы тақырып бойынша беріледі. Инстаграмға сілтемені астында жіберемін, обязательно Шолпан Куш. Итак, әлеммен үндесу практикасы дегеніміз не? Әлеммен үндесу деген, яғни ол өз-өзіңді ояту, өз жолына тұру, өзіңнің табиғатыңды сезу. Бұл энергетикалық практика. Оны оймен, мимен түсіну мүмкін емес, бірақ сонда да осы видеоны түсіріп, сәл болса да ойымызға түсінікті болсын деп, сондай оймен түсіріп жатырмын ғой. Итак, әр видеода айтып жатқаным, біздің әлеміміз өте үлкен өзгерістерде. Қазір вибрациясы ауысып жатыр. Вибрация дегеніміз бұл сол әлемнің энергетикасы. Энергетикасы күшейіп бара жатыр. Ал адам, біз осы планетаның тұрғыны болғандықтан, осы вибрацияға сәйкес келу керекпіз. Вибрация, жердің вибрациясына. И айтып өткендей, ең күшті сәйкес келу қай кезде болады? Ең күшті үндесу әлеммен. Біз өзіміздің табиғатымызға оралған кезде әлеммен бірге сәйкестікке келеміз. Әлемнің вибрациясының сәйкестігіне келеміз. Адам негізі, кез келген адам бұл энергоинформациондық тұлға. Энергоинформациондық тұлға дегеніміз не? Бұл адам энергия арқылы өз өмірін басқара алады. Өзінің энергетикасын түсінген кезде, өзінің неден тұратын, қандай адам екенін білген кезде өмірін басқару өте оңай. Өзінің күшіне сену оңай болады. Ғасырлар бойы адамдарға не деген? Адамдарды логика арқылы, ой арқылы өмір сүруді үйреткен. Яғни, кез келген нәрсеге доказательство керек. Көзге көрінетін доказательство керек. Ой, логика арқылы түсінетіндей түсініктемелер керек. Мысалы, мектепте біз 10, 11, 12 жыл бойы оқып, неге үйренеміз? Мектеп деген бұл ең басты бізді ойдан, бізді сезімнен, біздің өзіміздің таза табиғатымыздан алыстататын нәрсе. Мектепте бізде оймен жұмыс істеуді үйретеді. И оймен жұмыс істеу деген жаман деп айтып жатқан жоқпын. Ойды дамытқан да жақсы, бірақ ойды дамытқан кезде сезімдерді ұмытпаған дұрыс. Неге? Себебі біз сезімдер арқылы осы әлеммен үндесеміз. Мысалы, кішкентай балаларға қараған кезде, кішкентай балдар не істейді? Олардың ойлары әлі дамымаған. Оларға ең басты көмекші өздерінің денелері, өздерінің сезімдері. Балалар әр нәрсенің дәмін татқысы келеді, әр нәрсені көргісі келеді, қызығушылығы мол, өмірге қызығушылығы. И дене арқылы сол әлемнен түрлі подсказкалар алады. Кстати, балалардың интуициясы өте жақсы. Балалар денемен сәйкестігі соншалықты, денемен әлеммен соншалықты. Кез келген бөгде адамдарды жақсы түсінеді. Мысалы, үйге энергетикасы нашар, өте қараңғы адам келсе, бала оған жақындамайды. Бала сразу түріне қарап сезеді, бұл қандай адам екенін. Денесі айтып тұрады, оған жақындама деген сияқты. Ал жақсы адамдардың қасына керісінше келгісі келеді, сонымен ойнағысы келеді, іші ашық адамдармен, көңілді, өздерінің күлімсірегені, улыбкалары ашық болған адамдар. Бізде сеземіз, үлкен адамдар, ересек адамдарды
өскен сайын баланың сол сезімдері өшеді, сезімдерін түсінбейді адам уже, потому что бізге не только мектеп, жалпы социалды қоғамымыз сезбе дейді, өзіңді тыңдама дейді, сенің сезімдерін, сезіп тұрған нәрселерін бәрі өтірік, логиканы қос, ойла деген сияқты программалар енгізілген. Біздің логикамыз кейбір жерде бізге көмектесе алады. Есеп шығарған кезде, мысал үшін, допустим, банкке барған кезде, түрлі процедураларды орындаған кезде түсіну үшін, сол алгоритмді қалай істеу керек. Жұмысымызда, мысалы, бухгалтер болып істесек, есеп, түрлі нәрселерді санау керек болса, счетты төлеу керек кезінде логика жақсы көмектеседі. Ал дұрыс шешімдер қабылдаған кезде, күмәнданып тұрған кезде не көмектеседі? Логика вообще көмектесе алмайды. Ақыл ой көмектесе алмайды. Тек біздің сезіміміз, қай жолға барғаным дұрыс деп. Кейде адамдар айтады, мен осы бір жағдайда білмедім не істерімді. Просто ішімде ой болды, осы жолға бару керек. Мысалы, бір бизнес ашқан кезде, осы бір СТО ашқым келді. Не үшін екенін білмеймін, СТО-лар қырғын қалада. Бірақ мен ашқым келді дейді. Ашады да, оның СТО-сы күшті жүріп кетеді. Неге осыншама конкуренция кезінде оның СТО-сы жақсы жұмыс істейді? Себебі оның денесі подсказка берді. Ол адам дер кезінде өзінің денесін, өзінің жанының подсказкасын естіді. Ал біздің денеміз жанмен қатты байланыста болады. Екеуі. Жанның подсказкасы дене арқылы келеді. Сол денені есту ең маңызды нәрсе. Итак, денені, өзіміздің сезімдерімізді, ең басты оны қалай жаттықтырса болады. Азанда тұрған кезде, бүгін қандай тамақ ішемін деп өз-өзіңізді тыңдаған маңызды. Шын мәнінде қазір сол кашан жегім келеді ма, немесе бір жеміс жидекті жегім келіп тұр ма? Кофе ішем ба, шай ішем ба, немесе жай су ішем ба деп өз-өзіңізді кез келген осындай решенияларда, кішкентай решенияларда тыңдасаңыз, дене подсказка береді. Денені қолданбағандықтан, ең басында, как будто ешнәрсе айтпайтындай сияқты, ой, мен ешнәрсе сезбеймін ғой деген ойлар келуі мүмкін, бірақ бұл дұрыс емес. Просто тренировка керек. Бұл дағды тренировка арқылы үлкейеді, іске қосылады. Ал әлеммен үндесу практикасы дегеніміз не? Әлеммен үндесу бұл сол сезімдерді ояту деген сөз. Ол осы сіздің өзіңіздің жолыңызға түсу, жан бағытына түсу, жан бағытын ашу деген практика. Бұл практикаға қалай жазылуға болатын бәрі Инстаграмда айтылған, бағасы да бәрі Инстаграмда таплинк арқылы көре аласыздар. Осы әлеммен үндесу мен үшін не болды? Мен үшін бұл тәжірибе өз-өзіме оралу сияқты. Өзімнің энергетикамды жаңадан қосқан сияқты болдым. Әлемге көз қарасым өзгерді. Әлемді байқай бастадым осы практика арқылы. Яғни көзім ашылғандай. Көптеген адамдар ұйқыда жүрген сияқты. Әлі өмірін бір черновикке жазып жүргендей, әлі өмірін бастамаған сияқты. Өмірі бір қызық емес, бір түңіліп кеткен, әйтеуір бір күнкөріс сияқты көрінеді. Хотя бізге Тәңір не берді? Ең маңызды екі нәрсе берді. Өмірдің өзін берді. Денеміз, денеміз арқылы біз сол өмірді сеземіз. Екіншісі бұл осы керемет әдемі планетаны берді. Міне қараңыздаршы, артымда ағаштар, жасыл шөп, көк аспан, күн, мінекей. Осы керемет нәрсеге не жетсін? Бұрын мен, мысалы, паркке келген кезде, ол ағаштар, осы бір заттар деп, табиғат күшті шығарған, бірақ көзім жабық еді. Мен түсінбейтін едім бұның кереметін, не деген әдемі планетада өмір сүретінімді. Әсіресе жақында осы Петербургке барып келгеннен кейін
өзімнің Қазақстанымды 2 есе қатты жақсы көріп қалдым. Өзімнің Қазақстаным ең күшті, ең әдемі, ең жарқын, ең күшті жер сияқты көрінді. Әлеммен үндесу, сонымен қатар өзімді сезу, өзіме оралу, осының бәрі әсер етеді, конечно, өмірге көзқарастың ауысуына. Біздің әлеміміз, жеріміз соншалықты өзгеруде, өзгерістері соншалықты тез дамып бара жатқаны қазір де көрініп тұр ғой. Мысалы, алдында қандай ауру болды бізде, одан кейін қазіргі бұл әлемде болып жатқан нәрселер, олардың бәрі бүкіл әлемге әлі жайылады. Бұлар бұрынғы тыныш өміріміз келеді ғой деген ойда болады кейбір адамдар. Ондай емес. Кризистік ситуациялар постоянно болып тұрады и күшейеді, потому что жер өзіне, осы планета, әр заттың, әр құбылыстың энергетикасы бар дедік қой, иә? Сонымен қатар әр нәрсенің жаны бар. Мысал үшін, қараңыздар, мынау даладағы ағаштардың, даже мынау кішкентай титтей ағаштың да өзінің жаны бар. Жапырақтардың жаны бар. Көбелектердің мінекей ұшып жүрген. Міне көрінеді ме екен? Көбелектің ұшып жүрген. Сол көбелектердің, құстардың, кез келген нәрсенің жаны бар. Сол сияқты біздің планетамыздың, жердің де жаны бар. Жер біз сияқты алға басып, развивация етіп жатыр. Жер де өзін дамытқысы келеді. Соған орай вибрациясы өзгеріп жатыр қазір, өсіп жатыр, дамып жатыр. Сол сияқты бізде бір орында отырмай дамығанымыз маңызды. Дамымасақ не болады? Алдында мен либидо мен мартидо жайлы видео түсіргенмін. Либидо бұл өмірге құштарлық, ал мартидо бұл өлім. Өмір жоқ жерде өлім басталады. Даже если денең тірі болса да, өлік сияқты өмір сүресің. Егер ішіңде өмірің оянбаса. Сол әлеммен үндесу практикасы бұл ішіндегі өміріңді оятады. Яғни сенің өзіңнің личный өміріңді, өзіңнің орныңды табу деген нәрсені білдіреді. Вот қанша сөзбен айтсаң да, логиканы құрастырып айтсаң да осы әлем үндесу практикасы жайлы, оны сөзбен айту оңай емес екен. Сөзбен передать ету мүмкін емес. Оны сезу маңызды. Сезген кезде бәрі түсінікті болады. Сезу ол қалай сезіледі дейді. Мысалы, вдохновение, инсайт деген нәрселер болады ғой. Мысалы, бір денеңе ойна емес, денемен сезілетін ойлар болады. Мысалы, бір шешімді қабылдай алмай жатсында, ойланып жүресің, не істеймін, білмейсің. Бір кезде денең былай оянғандай сияқты болады да, позвоночнигін тұраланып, денеңде бір жарқын информация пайда болғандай, точно осылай істеу керек қой, мынау бағытқа бару керек қой деген сияқты ойлар келуі мүмкін. Бұл вдохновение, воодушевление дейді орысша айтқан кезде. Инсайт, озарение дейді бұны. Озарение, қалай айтса болады қазақша? Сол жарқын ой ғой, даже ой емес. Просто сен денеңмен түсінесің, қай жерге бару керек екеніңді, не істеу керек екеніңді. Мысалы, біздің ата-бабаларымыз көп нәрсені денемен сезетін, дене арқылы информация алатын. Мысалы, үлкен малдарды бағып, сол байлыққа жету, малдарды дұрыс жерге қондыру, өздері де дұрыс жерге қону, көшпелі өмір сүретін еді ғой. Қай жерге көшіп қону қажет, қай кезде не істеу керек екен, бәрін табиғатқа сеніп жасайтын. Табиғатпен қарым-қатынасы жақын еді, өте жақын. Ой, не деген тамаша жел болып тұр, кайф. Сол табиғатты еститін. Біздің апаларымыз әлі сол дағдыларды білетін. Уже мамамыз Совет одағында өскендіктен ұмытып қалған оның бәрін. Совет одағы біздің не только қазақтардың, басқа ұлттарды, өздерінің де, орыстардың да
өмірін табиғаттан алыстатты, табиғаттан, тәңірден алыстатты. Ал енді қазір бұның бәрі оралып жатыр. Біздің қазақтарымыз негізі мистический народ. Біз табиғатпен всегда үлкен байланыста болғанбыз. Осыны қазір оятқан маңызды деп ойлаймын. Оны қалай оятасың? Өзіңнен бастап оятасың байланысыңды. Сен оянсаң, қасындағыларың оянады. Сен біреуді оята алмайсың. Тек өзің оянған кезде қасындағылар саған қарап, сенің состояниеңді сезіп тұрады. Мына адам өзгеріп жатыр ғой, көзі ашылғандай, тұла бойына бақыт қонғандай ғой деп сөйтіп ойлайды, сөйтіп сезеді. Дене бәрін сезіп тұрады. Бүгінге осы, достар, сұрақтарыңыз болса, маған инстаграмға жазсаңыздар болады, осы әлеммен үндесу практикасы жайлы. Негізі инстаграмда маған ыңғайлырақ, себебі стористі күнде түсіресің, и сторис арқылы информация берген жеңілдеу. YouTube туралы тоже білмеймін пока. YouTube туралы ішімдегі сезімдерім, пока тоқтай тұр деген сезімдер болды. Бірақ бүгін прям видео түсіргім келді. Көреміз. Мейлі, достар, бүгінге осы.